ескі жол, жаңа камера, бұзылған көлік, наразы халық. Бұл тіркестерден Алматы қаласының жолдарының сапасыздығы жайында біле берсеңіздер болады. Дәл қазір біз Алматы қаласының Жандосова және Жарокова көшелерінің қиылысында тұрмыз. Бұл жақтағы жолдардың сапасы осында күнделікті жүріп тұратын халыққа мәлім. Асфальттағы ойық, жарық, шұңқырлар күнделікті тұрғындардың жүріс-тұрысына, көліктерге зиянын әкеліп, сонымен қатар осындай үлкен кептелістердің тууына себеп болып жатыр. Біз бүгін осы мәселені толыққанды зерттеп, тұрғындардың пікірін білетін боламыз. Алматының жолдарының орталығы ғана жақсы, адам жүретін орталығын ғана жасап қойған, ал шеткі көшелеріне барсаңдар, шеткі көшелеріне. Мына бірінші Алматы жақ мысалы, переулоктар дейді ғой орысша. Переулоктардың бәрі шұрық-шұрық, жаман. Ақшаның бәрі сонда қайда кетіп жатыр деп сұрақ туады да. Анандай жаңбырлы кезде жасайды да. Осы недоброкачественно жасайды. Оның бәрін неме айта беремін, дальше берсін политика болып кетеді. Так что любойдан сұрасаңыз, ортаңғы көшелерді жасайды, адамдар көрініс, туристер жүретіндер. Ал шеткі көшелерге мен жаным ашып жол болды. Шетте де адамдар тұрады. Мысалы, ол жай машиналар жүрмейді, жай мысалы пожарный жүреді, скорыйлар жүреді. Тоже бара алмайды ғой. Так что жөндегеннен кейін бірақ жөндеу керек. Бөлінген ақшаның бәрін тексеру керек. Сол Алматы қаласында жаңағы көлікпенге, самокатпенге жаяуда жүру қиын. Өйткені кешке қарай жүрген кезде не жарық жоқ, еще жолдың бәрі шұңқыр-шұңқыр. Кішкентай балалар да жүреді, ойнап жүріп құлауы да мүмкін. Мына осы жаман жолдың арқасында мен мынандай пробкалар болады. Күнде пробка осы жерде Жандосова мен Жарокова қиылысында күнде пробка. Мына жолдың тұрғанына уже бір ай болды жасалынбай. Мен налог төлеп отыр, штраф төлеп отыр, бірақ дұрыс жол жасалып та жатқан жоқ. Ол жасағанмен ертең қайттан солай қалпына келеді. Тек қана көлік қозғалатын жолдар емес, сонымен қатар адамның да жүріп тұратын жолдарының жағдайы осындай. Бұл мәселенің шешімі Алматы қаласының билігінің қолында. Ендеше Алматының сапасыз жолдарының жағдайы жақсарады ма? Бұл сұрақтың жауабын тұрғындар күтуде. Сіздермен болған Нұрай Әсет, Мәулет Байғожан, АТV Қазнай Медиа.